Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін өте дәмді, жүп-жұмсақ және 10 минутта дайын болатын ірімшікті лепешкалар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, бөлме температурасында тұрған 2 стакан сүтімізді және де жарты шай қасық тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 2,5 стакан ұнымызды бөліп салып отырамыз. Бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығу керек. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген 200 грамм ірімшікті салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді қысып тұрған табамызға май жағамыз. Және де дайын массамыздың 4-тен 1 бөлігін құйып, бетін жақсылап тегістейміз. Менің пайдаланған табамның диаметрі 26 см. Лепешкамыздың әр жағын 3 минуттан пісіріп аламыз. Осылайша қалған массаларды бөліп құйып отырып, лепешкаларымызды пісіріп аламыз. Менде барлығы 4 лепешка шықты. Лепешкамыз ыстық болып тұрған кезінде бетіне сары майды жағамыз. Сары майымыз еріп кетіп жатыр. Ішіндегі ірімшігі созылып, өте ерекше дәмді болып шықты. Таңғы асқа міндетті түрде дайындап көріңіз. Отбасыңыздың барлық мүшесіне жетеді және де өте ұнайды барлығына. Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып, ұнады деп комментарийға жаза кетіңіз. Өзіңіздің құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мен өзімнің арнамда тез әрі оңай дайындалатын дәмді рецептермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Хан қызы Керімай. Назарларыңызға көп рахмет.